Қайырлы күн, құрметті достар. Осы менің статусымды қарап отқан кісілер. Мен бір арада шамалап мына денсаулық жағынан айтқым келіп отыр. Негізі денсаулықты күтінуге өз басым 42 жасымда бұрылған екенмін. 42-ке дейін мына денсаулық жағынан мүлдем көңіл бөлмеген екенмін. Негізі рас, талай жерде естіп жатырмын. Адамдар бір мың жасайтындай денсаулыққа көп көңіл бөлмейді. Шындап келгенде денсаулыққа күтіну ең болмағанда бір денсаулық жағына бір қолға алып көңіл бөлу көп аса ойымызға келмейді екен. Міне Аллаға шүкір, қазір енді 59-дамын. Сол 42 жасымнан бастап енді көңілді бөліп келе жатырмын. Бірақ енді арасында үзіліп кеткен уақыттар болды. Көп аса көңіл бөлген жоқ. 4-5 жылдай өтіп кетті. Бірақ дегенмен бәрібір қалыптасып қалған, айына 1-2 болса да ана биологиялық активті қоспа дейді ғой, БАДы дейді. Сондайларды бәрібір алып ішіп жүрдім. Мынау фармацевтика әлемі дейді ғой, енді ояққа көп жақындаған жоқпын. Рабайда болмаса, былайынан көп көңілімді бөлген жоқпын аптекаға. Көп аса сол мына сетевой компаниялардың өнімдерінен алып қолданып жүрдім. Бірақ соңғы 4-5 жылда енді көп аса уже өзімді байқадым. Денсаулық нашарлай бастады. Тізе кете бастады. Тізем ауырады отырып тұрған сайын. Белім ауыра бастады. Ақыр аяғында бел ауырған сол күрек ұстай алмайтын жағдайға жеттім. Осы мынау 19 ба 20 ма әйтеуір сол ковидтің уақытында қан қоюланып, негізі инфаркт деймін, инфаркт ұстап, тамыр бітеліп, сонымен бәлініске түсіп, 1 жылдай бәлінсе доғдырлар таскайт етті. Сол бірден стенд салды, өшім айтқанда. Бірінші бір тамырға салды, содан кейін арасына 3-4 ай салып, тағы бір тамырыма салды. Сөйтіп, қазіргі таңда 2 тамырымда стенд тұр. Содан ақыр аяғында 3-ші тамырым бітеле бастады. Оны өзімді сезіп жүрдім. Отырып тұрған сайын, жүргенде кәдімгі міне арам жаңағы белгісін бере бастады. Шаш ағарып кетті. Шындап келгенде өзім салмаққа салмақ қостым. Почти 90 келіге бардым. Сонымен сөйтіп жүргенде танысым Кәмшат ханым қазір негізі өзінің жаңа несі врач, специалист дейді ғой енді. Сол кісі айтып қоймай жүрген. Енді бұған дейін негізі сетевойға шақырған адамдар көп, неше түрлі өнімдерге. Бірақ осы сетевой құрсын деп көңіл аудармай жүргенмін. Бірақ енді өз денсаулығым түбі алып келді. Сонымен осы кісінің айтқан өнімдерін алып іше бастадым. Аллаға шүкір, әйеліміз екеуміз бастадық бірден. 10-15 күнде мына тіземнің ауырғаны кете бастады. Жүзім жарқырай бастады. Кәдімгі ісіктердің бәрі кетіп, жағдайым жақсара бастады. Содан үзбей ішіп келе жатырмын. Міне былтыр май айында, 24-тің майында бастаған. Аллам бұйыртса, міне 1 жыл болып қалады. Алған мынау өнімдерім Интернационал дейді, әлемдік компания, международный. Қазір Аллаға шүкір, осының өнімдерін әйтеуір тоқтатпай ішіп жатырмын. 10 келідей салмақ тастадым.
жүректің мына тамырларының бітелгені қойды, тіземнің ауырғаны, белдің ауырғандары кетті. Мына араға былайынан мыналардың бәріне осылайынан әжімдер болып еді, олар да кетіп жатыр. Шашым қарайды. Бұрын кішкентай жүрсем қатты терлеп, тамақ ішіп отқанда да терлеп сүлгі қасымда тұратынды. Сол терлеуім қойды. Бостан былай көп аса былай қатты терлемеймін. Былай айтқанда біраз өзгерістер бар. Ол енді жалғыз менің өзімде емес. Мына көзіме күшті ем жүрді. Бір айда ем жүрді. Кәдімгідей таңертең тұрғанда іріңдеп, екі көзіме де кәдімгідей. Қазіргі таңда осының өнімдерін ішіп жатырмын. Ол енді қазір қасыма алған жоқпын, аяқ асты. Сондықтан менің айтқым келіп отырғаны, әрине денсаулыққа көңіл бөлу керек. Жас кәріге қарамайды. Бұл өнімдер адамдарды жағдайын жақсартып, денсаулығын түзетіп, жасартып, өте күшті жағдайға түседі. Енді хронический аурулары бар адамдар, тіптен былай айтқанда енді онкологияға үлкен көмек қылып жатыр, сахарды мүлдем жоқ қылып жатыр деуге болады. Сондықтан әрине уақыттарыңызды бөліңіздер. Айықпайтын қазіргі таңда аурудың бәріне ем бар. Ол менің енді қатты сөйлеген емес, өйткені осы өнімдер, осы талай адамның сауабын алып жатырмыз. Уақыт бітті да.